Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз мынандай керемет иттің сұлбасын змейка текшесінде жасайтын боламыз. Рубиктің мына осындай иттің сұлбасы. Достар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Осындай тағы да қызықты фигураларды жасап үйренгілеріңіз келсе. Енді бірінші мына фигураны бұзайық, сосын қалай жасалу керек екенін көрсетіп өтемін. Бұл фигура оңай жасалады. Зейін қойып, дұрыстап қарап алсаңыздар, тез жасап орындай аласыздар. Міне біздің змейкамыз осындай. Енді мына жағынан бастап жоғарыға көтеріп қоямыз. Бұл иттің құлағы. Содан соң міне біреу тастап кетеміз. Міне бұл иттің мұрны, аузы, яғни міне басы шықты біздің иттің. Міне басы. Бір-бірден ақ үшбұрыштан қалдырамыз. Содан соң бізде екі үшбұрыш қалатын жерде. Жоғарыдағы мен үшеу. Былай қарай бұрамыз. Яғни иттің аяғын жасаймыз. Міне тағы да былай қарай көтереміз. Содан соң төменге, бұл иттің белі төменге қарай түсіреміз. Яғни бір ақ тұрады бұл жерде. Сосын енді артқы аяқтарын жасаймыз. Содан соң мынау құйрығы. Және бұлай бұрып қоюларыңызға болады. Міне осындай иттің сұлбасы жасалды. Керемет көрініс. Я. Достар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Осындай әдемі фигураларды үйренгіңіз келсе, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі осындай фигуралар шыққанда жіберіп алмау үшін. Сау саламатта болыңыздар.